Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, hurmatli bowlarlar. Mundal qiraat birinchi tomi 26 dars. الدرس السادس والعشرون كف алақан уыз білезік жалпы қол буыны шарибун мұртዑнуқун мойын джафнун қабақ анмулун саусақтың ұшы зуфрун тырнақ худбун кірпік фахидун сан тахрикун қозғалту абадан болымды сөйлемдерді мәңгі ал болымсыз сөйлемдерді ешқашан деген мағынаны береді. Лә жоқ, лә якзибу өтірік айтпайды, асваду қара, абьяду ақ. Лә якзибу өтірік айтпайды. Енді қараңыздар, мақтан ондай бір мәселе бар. Тахрикун деп келді, қозғалту. Мана ұстау деген алдыңғы дәрісі имсакун болып келді. Бұл да мен сізге түсіндірген шаблондардың мастары. Мысалға, акала якулу жеді, жеп жатыр. Кейін оның мастары деген бар. Жай етістіктің атауы, іс-әрекеттің атауы. Аклун жеу, я? Жүзді, жүзеді, жүзу деген сияқты етістіктің атауы бар ғой. Сол сияқты араб тілінде оны мастар дейді. Міне аклун жеу. Ал бұл қарапайым үш әріпті етістіктерді. Қосымша әрпі жоқ. Ал мынадай қосымша әріптері кірген етістіктерді мастарларда дәл сондай шаблоны бар. Бірінші өткен шақ, осы шақ, бұйрық рая, наның бұйрық райын жазайын. Наның бұйрық рая тафаал сукунмен болады. Мысалы қара. Такаллама ол сөйледі, такаллам сукунмен айтсам, такаллам сөйле. Сізге бұйырып тұрмын. Тааллам үйрен, оқы, тасаддақ садақа бер деген секілді сукунмен айтатын болсам. Енді мастар бар. Сөйлеу, үйрену, садақа беру деген секілді етістіктің іс-әрекеттің атауы. Оның да арнайы дайын осындай шаблоны бар. Тафаулун деген секілді. Такаллумун, тааллумун, тасаддуқун деген секілді бұлар мастар болады. Енді имсакун деп келді ғой. Алдыңғы дәрісі. Имсакун. Мына имсакун. Бұл да мастар. Оның да мына бапта оның формуласы бар. Иф'алун. Негізгі әріптерді, міне мим, син, каф, осы негізгі әріптерді фа айн ләмнің орнына қойысты, рет-ретмен. Қосымша әріптерді қалдырасыз. Мына міне бірінші алиф, хамзалы, кәсіралы. Осы міне мәт әрпі, жай алиф. Икрамун, имсакун деген секілді, осы мастар. Міне қараңыз, акрама, юк, тіл осы кетті. Юкриму, бұйрық райында, құрметті. Акрим, ал құрметтеу, құрмет көрсету деген мастар. Икрамун. Мына ифалун шаблонда. Дәл сол секілді мына тахрикун жайлы айтқым келіп отыр. Тахрикун бұл да осындай негізгі әріптерге қосылған қосымша әріп бар етістіктердің шаблоны, мастар. Мына тахрикун қозғалту. Ал өткен шақта қалай айтамыз? Қозғалтты, қозғалтып жатыр, қозғалт деген секілді. Қалай айтамыз? Мені. Өткен шағы, қараңыздар. Фа'ала, юфa'илу, бұйрық рая. Фa'ил, сосын
عيل تفعيل فعل يفعل فاعل تفعيل تحريك دегенде енді осыдан саламыз. Мына та бұл қосымша әріп. Мастар болған кезде. Негізгі әріп демек мына я әрпі дәл солай қосымша әріп. Негізгі әріптер мына ха, ро, каф. Енді ха, ро, кафты осы үш әріптің орнына қоямыз. Харекеттерін қалдырамыз. Ха, харрока ол қозғалтты. Ол қозғалтып жатыр. Мына ю, ха, шадда, касра. Юхаррику ол қозғалтып жатыр. Қозғалт. Харрик қозғалт. Қозғалту. Жалпы қозғалту. Мына тахрикун. Харрака юхаррику харрик тахрикун деген секілді. Бүкіл етісті осылаймын. Мысалға қараңыздар. Аллама үйрет. Юаллиму аллама үйретті. Юаллиму үйретіп жатыр. Бір нәрсені үйрет десем аллим. Ал жалпы үйрету та'лимун деп кете береді. Шарибун абияду ақ мұрт. Шарибун асваду қара мұрт. Унуқи тауилун менің мойным ұзын. Хазал худбу асваду мына кірпік қара. Унуқука қасирун сенің мойның қысқа. Ихфазу лисанакум минал казиби тілдеріңді жалғаннан өтірік айтудан сақтаңдар. Ат-тилмизул муаддабу ла якзибу абадан. Әдепті оқушы міне сөйлем болымсыз, но ешқашан деген мағынаны береді. Ат-тилмизул муаддабу ла якзибу абадан. Әдепті оқушы ешқашан өтірік айтпайды. Лима тактубу мактубака хатыңды неге жазып жатырсың? Ал-ауладул муаддабуна ла якзибуна. Әдепті балалар ла якзибуна өтірік айтпайды. Хамсу анамила 5 саусақтың ұшы. Хәл тухиббул буртуқала апельсинді жақсы көресің бе? Мына тухиббу дәл осы шаблонда. Мына акрама деген секілді келген шаблонда. Мына ба бол керек негізі. Бірақ ахбаба деп тілге айту ыңғайсыз. Және де екі бірдей әріп қайталанып тұр. Екеуі де харекелі. Екеуінде де харекет бар. Сол себепті екеуін бір әріп қылып, бір әріпке кіргіз жерді. Ахабба ол жақсы көрді. Дәл солай юх би бу болу керек еді. Бірақ екі әріп міне екі харекелі бірдей әріп қатарынан келді. Екеуін бір-біріне кіргіз жүреді. Сонда юхиббу болды. Мына харекетін алдыңғы әріптің харекетіне бере саламыз. Мына сукунды аламыз. Юхиббу. Мына юхиббу ол жақсы көреді. Ахбиб жақсы көр. Ахбиб жақсы көр. Ахибба. Ахбиб жақсы көр. Яқта біреу соңғы сук екеуі харекелі емес, біреу сукунды, сол себепті ахбиб деп қалдырамыз. Ихбабун жақсы көру. Неліктен юхиббу деген сұрақ туындаса соған жауап ретінде айтып отырмын. Тухиббу, нухиббу. Наам ухиббуху. Міне мен жақсы көремін оны қатты. Хәл тухиббул буртуқала апельсин жақсы көресің бе? Наам ухиббуху жиддан. Өте жақсы көремін. Мен оны өте жақсы көремін. Ва хәл тухиббул лаймуна. Ал лимонды жақсы көресің бе? Ла ухиббуху. Жоқ, жақсы көрмеймін. Хаза анфи. Бұл менің мұрным. Хаза раъсука. Бұл сенің басың. Ша'ру жадди абияду. Менің атамның шашы абияду ақ. Шарибу аби абияду. Әкемнің мұрты ақ. Ликулли каффин хамсу асаби'a ва ликулли исбa'ин зуфрун.
Ликулли каффин әрбір алақанда, я, әрбір қолда, әрбір білезік, жалпы әрбір алақанда хамсу асаби'a 5 саусақ бар. Әрбір саусақта тырнақ бар. Шa'ру салимин асваду. Салимнің шашы асваду қара. Ла такзиб абадан. Ла такзиб. Өтірік айтпа ешқашан. Қараңыздар, мына ла якзибу өтірік айтпайды. Дәл солай міне. Ла такзибу. Сен өтірік айтпайсың, я? Яғни сен өтірік айтатын адам емессің. Ла такзибу, сен өтірік айтпайсың. Ал ла такзиб деп сукум айтатын болсам, өтірік айтпа деген мағынаны береді. Ла такзиб абадан. Ла такзибу абадан. Өтірік айтпаңдар ешқашан. Худбука асваду. Сенің кірпігің қара. Хаула ит-таламизу ла якзибуна. Мына оқушылар ла якзибуна өтірік айтпайды. Нахну ла накзибу абадан. Біз ешқашан өтірік айтпаймыз. Ат-таламизул муджтахидун ла ял'абуна вақт ад-дарси. Ыңталы оқушылар сабақ уақытында вақт ад-дарси ла ял'абуна ойнамайды. Ихватука лима ла яқрауна. Сенің бауырларың неге оқымайды? Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Келесі 27-ші дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.